Сонымен гендер пати 20 апта болды. Қолымда конвертте баланың жынысы жазылған. Мен ішімнен ұл деп сезіп жүрмін. Ең бірінші УЗИге бармас бұрын ұл деп айтып қойғанмын. Асылбек те сезіп жүр. Асылбек точно қыз дейді. Солай 4-5 апта жүрдік. Екеуміз де конвертті ашуға асықпадық. Все болды, ашақ, кешке дайындал дейді. Мен кішкентай сәбилерге арналған магазинге барамын. Ол жерде консультант қыздарға розовый және көк киім апарып беремін. Және конвертті көрсетемін. Мына жерде қол жазылып тұр, мен білмеймін кім екенін. Қыз болса мына розовыйды, ұл болса мальчик саласыз ғой да. Сосын екеуінің бағасы екі түрлі екен да, мынаның бағасымен ала беріңіз. Платаны. Мынаны кішкене көптеу екен. Солай ең бірінші конвертті Асыл Китстің қыздары ашты. Өте күшті, керемет қыздар екен. Әдемілеп салып бердік деді. Коробкамды ұстап алып үйге келдім. Солай үйге келсем бүкіл көңіл күйімді түсіретін жағдайға тап болдым. Ешқайда барғым келмей қалды. Бүкіл киімім кішкентай, киетін киім жоқ, магазинге баруға уақыт жоқ, ауыз ашатын уақыт жақындады. Солай жұрттар әдемі көйлекпен тұрса, мен офистің адамын қысып киініп алып бардым. Әлі соған өкінемін ғой. Ой, ладно, все. Ең қызық жеріне келдік. Камерамды жөндеп алайын. Толық келесі бөлімде Инстаграмға саламын.